Привет, друзья, сәлем достар, мерхаба arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер. Мен Айка Сарымын. Сіздермен үй жағдайында жасалатын ботокс маскасымен бөліскім келді. Бірге ботокс маскасын жасап әдемі болайық. Маска 2 ингредиенттен тұрады. Аспирин терінің әрбір жасушасындағы метаболикалық процестерді жақсартады, көмектеседі, беттің түсін сау және жақсы күтімді етеді. Аспирин тері тесігін тиімді тазартады және терідегі қабынумен күреседі. Бізге 2 таблетка аспирин керек. Және 1 жұмыртқа керек. Жұмыртқаның ақ пен сарысын ажыратамыз. Бізге тек жұмыртқаның ақтығы керек. Протеин теріні нәрлендіреді, сергітеді, тазартады, тері тесігін тарылтады, теріге әдемі түс береді, серпімді және қатты етеді. Сонымен қатар жұмыртқаның ақтығы тері тесігін тиімді тазартады және тарылтады, бетті сопақша мөлдір етеді, қара нүктелер мен өлі тері бөлшектерін кетіреді. Бұл маскадан кейін сіздің бетіңіз серпімді және жас көрінетін болады, терінің түсі артады, бет балғын көрінеді. Аспиринді еріту үшін 1 шай қасық су қосыңыз. Жұмыртқаның ақтығын аспиринмен араластырып жақсылап шайқаймыз. Миксердің көмегімен 2-3 минут шайқаңыз. Протеин беттің сопақшасын тамаша қатайтатын жұқа әжімдерді тегістейтін лифтинг өнім ретінде сәтті қолданылады. Бұл масканы аптасына 1 рет қолданса жеткілікті. Біздің ботокс әсері бар лифтинг маскамыз дайын. Масканы қолданар алдында аллергиялық реакцияның бар жоғын тексеріңіз. Ол үшін білегіңізге аздап масканы жағып 15 минут күтіңіз. Егер қышу немесе қызару пайда болса, онда бұл маска сіздің теріңізге сәйкес келмейді. Бұл масканы қабаттап жағу керек. Бірінші қабат 5 минуттан кейін екінші қабат маска. Бірінші қабатты жағыңыз, 5 минут күтіңіз. Мен екінші қабатты жақтым, тағы 5 минут күтеміз. Және соңғы қабатты жағамын. Масканы бетте 20 минут ұстаймыз. Бұл масканы өте сезімтал терілерге ие адамдарға ұсынбаймын. Осы маскадан кейін майда әжімдер кетеді. Бетін жарқырап қалады. Аспирин белокпен бірге бетті күшті ағартады. Қар сияқты маска. Мен соңғы қабатты жақтым, 10 минут күтіп масканы жуамын. Бетімізді алдымен жылы сумен, содан кейін салқын сумен жуамыз, және бірден ылғалдандырушы крем жағамыз. Достар, менің видеоларымды жіберіп алмау үшін жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі талай қызықты видеолар шығады. Назарларыңызға рахмет, бәріңізге сәттілік және сау болыңыздар. Всем пока, удачи, друзья. Hoşça kal, arkadaşlar.